газетті де білсең шаруаны бәрін жинап қойып, басынан аяғына дейін оқып шығуға тырыстым. Менің түсінгенім, бұл біздің осы заманымызда ерекше, өте орынды, сымбатты, түсінікті, маңызы зор еңбек болып дайындалған. Мен ойлаймын, бұл мынау кітаптың авторы Гүлнар, оны бұлай басып шығарған издательствоның адамдары, тағы да ақыл берген кісілер өте жақсы шешім қабылдаған. Біз бұндай кітаптардың біразын көрдік. Оны оларды оқығанда, мына кітапты оқығандай сезім менде пайда болып көрген жоқ. Бұл енді өмірбаян қашан туды, не істеді бәрі түсінікті ғой, ол баяғыдан бері айтылып келе жатқан жағдай. Бірақ та бұның әр жерінде кітаптың авторы, әр өзінің сол анау әңгіме тұрған адамы туралы айтқан жылы сөздері өте орынды. Адамның көңілінен шығады. Ішің жылайды. Бір түрлі өзің жақсы сезінгендей жағдайға келесің. Менің ойымша, бұл кітап мынау келешекте біздің жастарымызды тәрбиелеуге, үлкендерді сол енді бұлай түсіндіріп ұстауға өте көп жәрдемі тию керек. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кітаптың авторлары да, бұны басқарып отырған азаматтар да сол өзінің бақылауында ұстап, кең түрде халқымызға жетуінің жағдайын жасау керек.